отбасыларында жанжал шығаратындардың ісі енді түнгі уақытта да сотта қарала береді. Үкімдер бұдан бұлай бұрынғыдай бір айдан соң емес, айналасы 2 сағаттың ішінде шығарылуы мүмкін. Түнгі сотқа жол көлік оқиғасы, тұрмыстағы ұрыс керістер мен тағы басқа ұсақ құқық бұзушылықтар сияқты тек әкімшілік істер ғана жатады. Мұндай істерді қарауға судьяларға 6 сағат уақыт беріледі. Яғни сот алқасы кешкі сағат 6:30-нан бастап келіп түскен құқық бұзушылық фактілердің ақ-қарасын түнгі сағат 22:00-ге дейін анықтау керек. Егер жол көлік оқиғасына жауапты адамдар кінәсін толық мойындаса, тіпті сол жерде сот үкімді де шығара алады. Судьялар жаңашылықтың арқасында азаматтардың уақытын үнемдеп бітімгершілік жасауға мүмкіндік туғызатынына сенімді. Предметом пилотного проекта «Оперативный суд» является рассмотрение дел об административных правонарушениях по факту дорожно-транспортных происшествий, повлекших повреждения транспортных средств, причинивших материальный ущерб в кратчайшие сроки. То есть в течение 24 часов с момента совершения административного правонарушения. Обязательным условием является письменное согласие лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, и потерпевшего на рассмотрение дела в суде в вышеуказанные сроки, а также неоспаривание установленных обстоятельств правонарушения, указанных в протоколе об административном правонарушении. Одновременно уполномоченные должностные лица обеспечивают явку лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, потерпевшего при наличии Бурабайский районный суд. Түнгі сот деген жақсы екен, ол уақытында да алған жоқ. Тез шешіп берді, балам, саған да рахмет. Ондай сотты білген жоқпыз.